Енді бұзылмас бостық, я болмаса неразрывный пробел деген затларды көріп шығамыз. Қараң, бірнеше мысалдарым бар, қараң. Менде 1000 сом деген адамның оқуына қолай, арқайын жазылып тұрыпты, көрдіңіз ба? 1000 сом деп жаздым, енді бірақ бірдеңе текст жазсам, міне, әртүрлі текст жазып жатқан. Мына жерде 1000 болып тұрыпты. Сөйтіп 1000 не зат? Сом ба? Я болмаса тиын ба, не екенін білмеймін, көрдіңіз ба? Енді қараң, бір зат жазсам, тағы бір зат жазамын, мысалы бір текст жаздым. Мына жерде құр бірдің өзі қалып қойды, көрдіңіз ба? Құр бірдің өзі қалып тұрыпты. Мына жерде 000 сом, олма контексті бұзылып кетіп жатыр да. Мәнісі түсініксіз болып қалып жатыр. Соның үшін енді қараң, ондай зат болмау үшін неразрывный пробел деген зат бар, қараң. Мынаны өшіремін да, Ctrl Shift Space, мына жерге де 1000 сомның қасына Ctrl Shift Space деген басыма. Енді мына затлар бір гәптей, бір сөздей болып қалады, бірақ мына жерде неразрывный, бұзылмас бостық бар. Қалеген зат жазсам, енді 1000 сом дегеніміз әрдайым бір-біріне жабысып, бірге жүреді. Бір текст жаздым. Мына жерде қараң, енді бір текст жазған уақытта 1000 сом деген төменге түсіп кетті, көрдіңіз ба? Енді бұзылмас бостық дегенде не үшін қолданады? Адамның аты фамилиясын жазған уақытта бұзылмас бостықтан қолдану керек. Сондай аралығы бұзылып кетпеу керек. Мысалы, число сөздерді 220 вольт, сантиметр дегенлерді бұзылмас бостықтан пайдаланасыз. Оны қайтып пайдалануды кәдімгі Ctrl Shift Space. Ctrl-ды басасыз, Shift-ті басасыз, кейін Space-ті басасыз. Сонда бұзылмас бостық пайда болады. Жылды, датаны жазған уақытта, қысқаша атларды жазған уақытта, мысалы, и так далее, и тому подобное, и то есть дегенлері, бетті, мысалы, нөмір 5 дегенлерді, осыларды бұзылмас бостықта жазу керек. Себебі текст жазып отқан уақытта төменге түсіп кетуі мүмкін. Мысалы, мынаны жазып көрейін, үлкен бір текстің ішінен 12 әрбір 2026 жыл деп. Мына жерде үлкен текстім бар, 12 январь деп жазамын. Бір зат текст жазып отқан уақытта, міне 12 января не зат деп түсініксіз болып қалды. 12 мына жерде тұрыпты, январь мына жерде тұрыпты, 2026 мына жерде тұрыпты, жыл мынаяқта тұрыпты. Олма басқаша болып кетті да. Адам оқып отқан уақытта түсінбей қалуы мүмкін. Соның үшін адам атын, датаны, қысқаша затларды жазған уақытта, я болмаса мынандай үлкен бір мынандай аралықта жазған уақытта бұзылмас бостық дегенді қоюды ұмытпаңыз. Бұзылмас бостықты мына өшіресіз, Ctrl Shift Space. Мына жерге жазасыз, Ctrl Shift Space. Мынаны аласыз, Ctrl Shift Space. Енді мынаның бәрі бір сөздей болып кетті, бір сөздей. Бұзылмас бостық пайда болды. Енді бір зат жазсам, мына жерге бір зат жазамын. Енді мына жерге жақсылап қарап тұрың, 12 январь дегенге. Мына. Алдына қосылып кетті, көрдіңіз ба? Енді оны жазбасам, обычный пробелмен қойып қойсам, қараң. Обычный пробелмен қойсам, 12 январь мына жақта жүрді, 2026 жыл мына жақта жүрді. Соның үшін бұзылмас бостықтан пайдалануымыз керек біздер. Ctrl Shift Space комбинациясы. Ctrl плюс Shift плюс Space деген. Мына Ctrl-ды басып тұрамын, Shift-ті басамын, мына Space-ті басамын. Сондай қылып пайдаланасыз.